Достар, сәлем, сіздермен Назгүл. Бүгін үй жағдайында жасалатын тауық етінен кәуап дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл үшін бізге керегі тауық етінен дайындалған фарш, бір жұмыртқа, сүт, тұздап, бұрыш қосып, дәмдеуіштер себеміз. Және 3 сарымсақты езгіштен өткіземіз. Одан бөлек көк пиязды алып, майдалап тураймыз. Көк пиязды турап болғаннан кейін фаршқа қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкі болып араластырғаннан кейін 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін фарштан сопақ пішіндегі кәуап жасап, таяқшаға отырғызамыз. Кәуаптарды нан үгіндісіне аунатамыз. Қызған майға кәуаптарды жан-жағынан 4-5 минуттан қуырып аламыз. Үй жағдайында жасалған тауық етінен дайындалған кәуабымыз дайын. Ас болсын достар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.